Мына жартылай желінген тамақ жей бересіз ба? Жеймін ғой. Жеймін. Кім айтты ол жартылай желінген? Ол жартылай қалдырған тамақ мен үшін. Қарным аш болып қалған кезде Алла сендерді менің алдымда кездестірді. Жить, как говорится, хорошо. Әкете бересіз ба, не бейістіп? Біз негізі адам іздеп таппай жүргенбіз ғой. Сіз кезігіп қапсыз. Тау алдыңдар ғой енді. Есіңіз кім болады? Есім Эдуард болады. Эдуард? Қазақша қайдан білесіз? Қазақша мен туғаннан білемін. Бірінші ана тілім қазақ болған. Артынан орысша сөйледім. Таза орыспын негізі мен өзім. Орыс болғанға таңғалып тұрдық та біз. Не деген таза қазақша сөйлейді де. Жанымыз қазақ болым. Үйренбедім. Мен туласап білем қазақ тілін. Өйткені жүрегімде қазақтың жаны бар ғой менде, досымшы. Қай жердіксіз? Алакөл, Учарал деген жердіксіз. Учаралдіксіз ба? Ақшаға көзіңіз түсіп тұр ғой көрейші. Түсіп тұр. Кімнің көзі түспейді. Біз негізі шыққан кезде ойлағанбыз, осы бешбармақ жеген адамға 10 000 теңге береміз деп ше. Сізден кезігіп тұрсыз. Бірақ бізде тағы бір шарт бар. Егер инстаграмыңызда мына Алау Ақкент инстаграмда тіркелген болсаңыз, біз сізге тағы 10 000 теңге қосып 20 000 теңге береміз. Тіркелгенсіз бе шынымен? Тіркелдім. Міне ғой біздікі аға. Достар, келесі жолы тіркеліп жүріңіздер. Егер көшеден кезіп басақ, осылай 20 000 теңге ұтып алуларыңыз мүмкін. Иә. Қалай, тамақтың дәмі қалай? Тамақтың дәмі керемет. Сізге мынау онда біздің атымыздан утешительный приз. Рахмет, тағы да 5 000 теңге қосып бересіңдер. Рахмет айтып жүремін сіздерге. Иә, жігіттер, өте көп рахмет сендерге.